кейін деген сөзді вообще қолданбау керек, мүлдем қолданбау керек. Өйткені кейін деп ол адамның өмірі біткен кезде ол кейіннің мағынасы болмай қалады. Кейін дейміз, кейін барам демалысқа, кейін демалам, кейін қыдырам, кейін алам, кейін сезім білдірем, сүйем деп етпеу керек. Адамға өмір бір-ақ рет беріледі. Сондықтан кейінге қалдыра бермеңіздер. Сүйесің бе, сезімің білдір. Демалысқа барғың келе ме? Бар. Солай. Кейін деп кейін болмай қалуы да мүмкін. Мен философ емеспін, бірақ сол кейін уже кеш болады. Сондықтан қазір әрекет ету керек.